Армысыздар, ардақты ағайын, есім менің Назира Сұлтан Мұратқызы, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің оқуымдағы құлшылыққа қатысты мақалалар, абайдың қара сөздері, поэзиялар көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып каналға тіркеліп өтіңіздер. Ал енді осы каналға салынып жатқан материалдар, салынып жатқан видеолар, оқылып жатқан әрбір мақала сіздерге пайдалы болсын. Алла зейіндеріңізді ашсын. Біз бүгін абайдың 39-шы сөзін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуір ісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқандығымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезі қайсысы десең, әуелі ол заманда елбасы, топбасы деген кісілер болады екен. Көш-қонды болса, дау-жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол елбасы мен топбасылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүргізбек болмайды екен. Қоясығын қолыңа ал, қолайыңа жақса сақа қой. Баспасыңа би болса, манар тауға сыймассың. Басалқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп мақал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгілі жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылар да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шынымен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екінші мінезі намысқорлық екен. Ат аталып әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен. Жанын салады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қоған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды, алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге жолығар десіп. Қанеки, енді осы екі мінез қайда бар? Бұларда арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау. Дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.